Облыс орталығында дойбыдан КСРО спорт шебері Бақ Иманалиевті еске алуға арналған республикалық турнир басталды. Биыл 7-ші мәрте ұйымдастырылған шаршы тақта сайысында өңірімізден және Түркістан қаласынан 34 дойбышы бақ таластыруда. Бақ Иманалиев атындағы дәстүрлі дойбы додасының ерекшелігі жарысқа көз жанарынан айырылған және көру қабілеті нашар жандар ғана қатыса алады. Спортты жанына серік еткен мүмкіндігі шектеулі азаматтардың интеллектуалдық ойынға деген қызығушылығы жоғары. Жылдан жылға турнирдің ауқымы кеңейіп, қатысушылардың қатары артып келеді, және де олардың жас ерекшелігіне шектеу қойылмаған. Биылғы біріншілікте облыстың барлық ауданынан және көршілес Түркістан қаласынан келген сайыскерлер сынға түсуде. Енді бұл кісінің осы жасаған еңбектерінің бәрі осы жалғасын тауып, қазір де осындай бұл кісінің атында осы турнирді ұйымдастыру жыл сайын өткізіп келеді. Бұдан да әрі үлкен кең көлемде өткізуге біз атсалысамыз. Мәкеңнің еңбегі әрқашанда бағаланып, ары қарай да осы өсіп келе жатқан жастарға, жасөспірімдерге үлгі өнеге болады деп сенеміз. Дойбыдан қазақтан шыққан тұңғыш КСРО спорт шебері Бақ Иманалиевтің есімі бүгінде ұмыт қалмай, өскелең ұрпаққа ұлықталып келеді. Арал ауданы Қамбаш ауылынан шыққан арда азамат небәрі 7 жасында көз жанарынан айырылса да өмірге құштар болды. Дойбы ойынынан одақтық біріншіліктерде талай мәрте топ жарып, жүлдегер атанған Бақ Иманалиев зияткер спортшы ретінде ел жадында қалды. Союздың кезінде Юрмалада, Ленинградта, Вильнюста, сосын Сочида жарыстарға қатысып, содан кейін ол шетелге Голландияға да барып келді. Ояқтан да грейсмейстерлермен ойнап, алдыңғы орын алып қайтты. Сол 82 жылы спорттық шеберін Москвадан алды. Сол кезде 100 участниктен көп болған, соның ішінде Бақ ағамның көзі көрмейді екен. Қалғанның бәрі көзі көретін жігіттердің арасынан Бақ өзінің сол жерде көптеген адамдарды таң алдырып, спорт шебері тұңғыш қазақ болып орындады. Шаршы тақта бәсекелері швейцар жүйесі бойынша өрбуде. Бірінші топ мүгедегі Ертай Әбимолда алғашқы турды жеңіспен бастады. Зейнеткер соқырлар қоғамының белсенді мүшесі. Дойбы ойынында ең бастысы көздің қырағылы емес, ойдың жүйріктігі қажет дейді ол. Көп айтуға да болады, аз айтып сол дойбыма деуге де болады. Бұл енді еңкейген қария, еңбектеген бала ойнайды бұны. Ал егерде қыр сырына түсініп, ізіне түскен адамға бұл таусылмас бір теңіз тұңғиық. Оның түбіне жету өте қиынға түсуі мүмкін. Енді бірталайын меңгерген мынау бәкеңдер бірталай деңгейге жетіп, ал енді қазір енді не деп айтамын? Қазір талапкерлер, мына жастар қатысушылар бәріне сәттілік тілеймін. Бұларға мүмкіншілік бар қазір. Бақ Иманалиевті еске алуға арналған турнирдің жеңімпаздары мен жүлдегерлері 5 тамыз күні анықталмақ. Әділбек Жақан, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.